Неге кейбір жігіттер өзінен үлкен әйелдерді таңдайды? Барлықтарыңызға сәлем. Өздеріңіз білетіндей Еркеш Хасен мен Жанель Серғазина қазір Инстаграмда хит болып жатыр, иә. Сіздерге психолог ретінде қазір разбор жасап өтейін. Еркеш Хасен өздеріңіз білетіндей кішкентай кезінен халықтың алдында өскеннен кейін хейттің астында қалып жатыр. Ал Жанель Серғазина болатын болса, ол ред флаг біреудің семьясын бұзып деп жерден алып жерге салып жатыр. Негізі жігіттердің өзінен үлкен қыздармен бірге болуының бірнеше себептері бар. Мысалы, үлкен қыздар эмоционалды көңіл күйі тұрақты болуы мүмкін. Өзінің шекарасы бар. Бұрынғы отношениясын опыт алғаннан кейін отношенияда драмасы аз, немесе тіптен кейбір ер балалар өзіне эмоционалды түрде мама рөліндегі әйелді іздеп жатады. Қазір мен сіздерге айтатыным, давайте өздеріңіздің өмірлеріңізді қолға алыңыздар. Біреудің өмірінің мінін тергенше өзіміздің өмірмен айналысып бастайық. Достар, мен сіздерге үлкен ақшаны табу, сауық қарым-қатынасты құру, ең бастысы 2026 жылға өз прайм эраңды жасау туралы 15 январь күні тегін сабақ өтіп келе жатырмын. Оған тіркелу үшін комментарийға 15 санын жазып кет. Мен де бір жылдар бойы қасықтап жинаған абыройымды былай барып бір андай отбасы бар адамның ортасына кіріп жұлып алып кету деген өзім абыройымды бір күнде шашқым келмейді. Өйткені енді біз медиа адам болғаннан әркім адам қызығады сенің өміріне, оны білесің. Бірақ дегенмен де мен алдын ала сөйлестім енді. Мен де кішкентай бала емеспін, мен айттым, жай қызық үшін андай болады ғой, көрейік деген нәрсе болмады. Себебі менің жалпы вообще ойым басқа болған. Киноларыма түсіп, ақша жинап, первоначалка төлеп, мамама квартира алып, Америкаға кетіп жұмыс істеу болды. Мен оның бәрін ашық айттым, осылай болады дедім. Бірақ енді сені жақсы адам екен көріп тұрмын. Енді болады ғой, іште сен интуиция сезесің, адам алдап тұрған жоқ. Ол айтты, мен ажырастым, мен бос адаммын дейді. Бос адам енді қайта өмір құра алатын шығар, үйленетін шығар, енді өз құқығы ғой. Туысқандармен таныстырды, апатаймен, апатай енді бөлек адам. Сол кісілер де айтты, осылай болды шын, біздің көзімізше осылай болды деді. Содан кейін мен енді ең еркім жүре бердім. Енді көңіл қатты болып, ғашық болғаннан кейін енді бас қосуға бел будық. Өйткені отбасы деген оңай нәрсе емес. Және де ол айтты, енді екінші рет ондай болмасын деп қалаймын. Сондықтан ашық сөйлесек, бәрін айтайық деп, сол кезде бәрін ашық, бәрін сөйлесіп алдық. Жанельмен эфирден кейін рефлексировать етіп отырмын, өйткені таза жүректен, таза оймен, ақ тілекпен, ізгі ниетпен ойланған, жасалған нәрсе әр уақытта дегеніне жетеді. Неге мен бұны айтып отырмын? Өйткені Жанель мысалы үшін әкесіз өсті және оны анасы ғана тәрбиеледі. Өмір бойы жатақханада тұрды, ешкім көмектескен жоқ. Өзіне ғана сенді және Құдайға ғана сенді, Құдайдан тіледі. Тілегеніне Құдайға шүкір жетіп отыр. Өйткені өзінің әңгімесінде Венецианский кинофестивальде жүрген кездегі ойы, сезімі енді сөзбен айтып жеткізуге болмайды. Ол сезімдерді және қарап тұрсаң, қарапайым ғана қыз осы таза жүрегі арқылы, таза ниеті арқылы өзінің арманына жетіп отыр. Тамаша ғой.